Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Қыс мезгілінде өте керемет, жақсы желінетін, бірден желініп кететін керемет салаттардың бірі тәбет ашарлық аппетитка салаты. Міндетті түрде достар, видеоның соңына дейін көріңіздер, дәл осы рецепті бойынша жасап жеңіздер, өте керемет, дәмді болып шығады. Салатымызға керекті көкөністерді осылай жақсылап жуып тазалап, қабығын ашып, жуып тазалап аламыз. Және де қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге жазатын боламын. Ең алдымен осылай қызанағымызды, помидорды мясорубкадан осылай жақсылап өткізіп алатын боламыз. Блендер болса блендерден, тоқпен істейтін мясорубка болса содан осылай өткізіп алыңыздар. Және де тәтті бұрышымызды да осылай мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Сол кезде қабығы жоқ, өте әдемі, салат жегенде де ыңғайлы болады. Осылай тәтті бұрышымызды да мясорубкадан жақсылап өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер достар. Қыс мезгіліне ең керекті тәбет ашарлық дәмді салат. Және де осылай енді пиязымызды да екіге бөліп, осылай турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне осылай жақсылап әдемілеп турап алыңыздар. Осылай жақсылап бәрін әдемілеп турап алып, шетінен қуырып пісіріп бастайтын боламыз. Ал енді сәбізімізді осылай үкіштен, теркадан осылай жақсылап өткізіп алатын боламыз. Осылай ең кіші бөлігінен жақсылап әдемілеп теркадан өткізіп алатын боламыз. Өте керемет, сочный, әдемі болып шықты салатым, дәмді болды. Міне енді қызып тұрған табамызға 250 мг май құйып, осылай пиязымызды салып, жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Араластырып отырып, пиязды әдемілеп қуырып алатын боламыз. Ал енді міне пиязымыз жақсылап қызарып бастады. Енді сәбізімізді де салып, тағы да осылай кішкене бір 5-6 минуттай пісіріп алатын боламыз. Жақсылап осылай араластырып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Міне жақсылап араластырып. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар достар, салаттарыңыз өте керемет, дәмді болып шығады және де атылмайды. Міне осылай жақсылап араластырып, сәбізіміз 5-6 минут уақытымыз өтті. Осылай жақсылап сәбізімізді араластырып отырып пісіріп аламыз. Өте керемет, дәмді болып шықты. Біз жылда осы салатты қыс мезгілінде жасаймыз. Тез таусылып қалады, тез желініп кетеді. Және де енді менің қазаным кішкентай, осылай үлкен кастрюльге сәбіз бен пиязымызды аударып алатын боламыз. Ал енді осының үстіне мясорубкадан өтілген осылай помидорымызды құятын боламыз. Мен салатқа розовый помидор қолдандым. Егер сіздерде мүмкіндігінше болса розовый помидор қолданыңыздар, болмаса қызыл помидор қолдана берсеңіздер болады. Астын барынша қаттыға қойып, және де енді осылай ащы бұрышымызды турап алатын боламыз. Қолмен осылай мен пышақпен турап алдым. Және де чесногымызды да, чеснок майдалайтын болса, егер де сіздерде майдалап езіп алсаңыздар болады. Мен осылай өзім пышақпен турап салдым. Және де осылай салып, қатты отта тұрады. Жарты сағат көлемінде қайнататын боласыздар. Сіздер егер сәл ғана ащы болған қаласаңыздар, орташа ащылықтағы перецтен 1-2 қоссаңыздар болады. Егер ащы болған қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Енді жарты сағат уақыт өтті. Енді тәтті бұрышымызды да салып, жақсылап араластырып, тағы да ары қарай қайнататын боламыз. Өте керемет, сулы, сондай дәмді салат болып шығады. Ал енді ас қасықпен 3 қасық тұзымызды салатын боламыз.
видеоның астына описаниеге керекті көкөністерді қанша мөлшерде керек жазып қоятын боламын. Жақсылап тұзымызды салып араластырып алып, енді тағы 3 қасықтай қант салатын боламыз. Қантымызды да салып, жақсылап қозғап араластырып қоямыз. Ары қарай қайнай береді. 1 сағат 20 минут көлемінде қайнайды, сонымен ішіндегі барлық заттар пісетін болады. Осылай жақсылап араластырып қойып қайнатасыздар. Міне жақсылап уже менікі салатым пісе бастады. Енді осылай лавролист, түйіршік домалақ қара бұрыш осылай қостым мен. Және де тағы да араластырып 10-15 минут пісіріп аламын. Сонымен 1 сағат 20 минут көлемінде пісті менің салатым. Жеп көресіздер, дәмін көресіздер. Бәрі орында болса, жақсылап осылай банкаларымызды булап аламыз. Осылай мантоваркаға төңкеріп, жақсылап банкілерімізді булап аламыз. Және де міне крышкаларымызды да осылай табаға салып, су құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Ал енді менде тұзы, бұрышы бәрі орнында дұрыс. Енді осылай кішкентай ас қасықпен 2 қасық уксусты сразу осылай салатқа қосып араластырып жібересіздер. Уксус қосқыларыңыз келмесе, аспирин қосасыздар. Міне осылай уксусымызды да қосып, отты өшіріп, араластырып, отын өшіріп, шетінен банкаларымызды осылай салып, крышкамен болмаса банка жапқыш қақпақпен осылай жауып алатын боласыздар. Міне осылай салатымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер. Өте керемет дәмді болып шықты. Біз осылай ыңғайлы болсын деп кішкентай банкілерге жаптық. Егер сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай 2 литрлік банкіге де жапсаңыздар болады. Міне өте керемет, ең керекті қысқа дәмді, жақсы желінетін тойымды салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Видео рецепті ұнаса, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар достар. Тағы да басқа қысқа дайындық салаттар, варениялар көріңіздер менің каналымнан.